Менің каналыма қош келдіңіз. Егер әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қайтарым. Сол жылы құрбым Ләзиза аяқ астынан күйеуге шығып, артынша тойға шақырылдым. Албырт абитуриент шақтан бастап бір-бірімізбен жақын араласқан достар едік. Бармайын десем, жер шалғай. Манкент пен Жаркенттің арасы жердің түбі деуге келіңкірейді. Бармайын десем, дос көңілін қимаймын. Құрбымның мен дегендегі кіршіксіз сезіміне титімдейде қылау түсіргім келмейді. Әр ойланып, бер ойланып, үй ішінен әзер дегенде рұқсат сұрап, жол жүруге қамдандым. Барар жолды, қайтар жолды есепке алып, ақысыз еңбек демалысына шықтым. Темір жол бекетінен билеттер және той салтанатына лайықты көйлек сатылып алынды. Сарыөзек демекші, нағашымның ұлы Бауыржан сол жерде әскерде еді. Жолай оған да соғып, хал жағдайын білгім келді. Сапарым жайлы естіген нағашымның балама сәлемдеме деп бір сөмкені сықитып 1000 теңгемен қоса беріп жібергені. Өзімнің жеңіл-желпі киім-кешегіммен бірге жас жұбайларға арналған сыйлық салынып, екінші сөмке толды. Иығымда шағын қол сөмкем де бар. Белгіленген мерзімде Манкенттен пойызға отырдым. Плацкарт вагонда кісі көп. Орныма жайғасқаннан кейін көрші отырған жасы егде қариялармен қатарласып, мен де сыртқа көз салдым. Алғаш мені көргенде Ләзиза қандай сезімде болар екен? Не де болса, әйтеуір қуанар. Барлық достардың қала берді, бүкіл курстың атынан бір өзім бара жатырмын. Оралдағы Арманға, Мұратқа өкпе жоқ қой сірә. Алматыдағы Айнагүлге, Қапалдағы Дәуренге, Бақанастағы Басқарбекке не жорық? Оларға Жаркент тиіп тұрған жоқ па? Тойдың сыбысы шыққаннан шетінен хабарласып, бәрінің де бара алмайтынын естідім. Жолым жіңішке болса да, достық үшін өзен-көлдер мен орман тоғайлы далаларды артқа тастап, жол үстінде келе жатқаным мынау. Құдай өзі жол берсін. Түс әлетінде пойыздың қайнаған-қайнамағаны белгісіз, сыр бермей сазарып тұратын самаурыннан көпшілік алып жатқан соң, мен де шәйнек шай алып қарияларға демдеп бердім. Жайдары жандар болып шықты. Дастархан басында атамыз бен апамыз әңгіменің тиегін ағытты. Менің сапарымның мақсатын сұрастырды. Тіпті алыстағы әке-шешем, бауырларым, оқу, жұмыс жағдайымнан да құлағдар болып алды. Өздерінде де менде немерелерінің бірнешеуі бар екен. Пойыз Алматыға аялдағанда жанымызға әскери киінген орта жастағы ер адам жайғасты. Жол болсын балам, деді қария. Сарыөзекке, деді ақсақалға. Біздікі жұмыс бабы ғой, әрлі-берлі тынбаймыз. Жөн. Сарыөзектен түсетін болсаң, мына қызымды өзіне тапсырам. Қараңғыда түседі екен. Әрі қарай Жаркентке баруы керек. Оның үстіне Сарыөзектегі әскери бөлімшеде борышын өтеп жатқан інісін көре кетпекші. Өзіңмен бірге ерте жүр қарағым, қыз баласы ғой. Мақұл ақсақал, бірақ біздің Сарыөзекте әскери бөлімшелер көп. Солардың қайсысына барады? Айта ғой қызым, қай бөлімше? Қазір номеріне қарайын ата. Бірақ 40 шақырым деп аталатыны есімде. Ол ұзақ. Сарыөзектен 40 шақырым қашықтықта орналасқан. Солай аталып кеткен. Қорықпа қарындасым. Жол-жөнекей 3 бөлімшеге соғып, шаруамды реттеп болғасын, сені жеткізіп салайын. Бәрекелді балам. Біз кемпірім екеуміз Қызылордадан міндік. Семейде тұратын баламызға бара жатыр едік. Мына қызымыз кеше Манкенттен отырған. Сапарлас болған соң
жол жөнекей шүйіркелесіп қызымыздай боп кетті. Айдала, танымайтын жер. Тас қараңғыда қалай, қайтып, кіммен барады деп уайымдап отырғанымызда сені бізге Құдай жеткізді-ау айналайын. Ішімнен мен де қуанып отырмын, жақсы болды ғой деп. Сағат түнгі 11:30-да пойыз Сарыөзекке келіп жетті. Атам мен апам прапорщик ағаға мені қайта-қайта табыстап жылу қоштасты. Перронда қара суық жел, улы ма, гуілдей ма, бастапқыда вагондардың екпіні шығар десем, далада алай-дүлей дауыл. Пойыз бекеттен алыстағаннан кейін үстімдегі жұқалау қара пальтоның етегі желмен желбіреп, тұла бойымды суық керней бастады. Оңтүстіктің жайма-шуақ табиғатына бейімделген ақмақ басын картадағы Жетісуды оңтүстікте ғой деп жеңілдеу киіне салыппын. Боранды бекет Сарыөзектен өтіп, тау баурайымен жолайшылайтыным естес болсыншы. Иығымдағы сөмкенің көлемі шағын болған соң, ол да адамды желмен бірге әбіржітіп, олай-бұлай желдетіп тұр. Адамзаттың Айтматовы Боранды бекет хикаясындағы осы Сарыөзек туралы жазылған ғой. Адамдары, әсіресе табиғаты қандай қатал еді. Оқып шыққаннан кейін таңырқап едім. Сол Сарыөзекке дәм-тұз айдап келіп тұрмын міне. Бір топ әскери прапорщик ағаны мана күтіп алып, қорапқа салынған жүктерді вагоннан асығыс түсірген. Пойыз жүріп бара жатқанда жұмыстарын әрең аяқтап, әредікте тұрған жүк көлігіне қалай болса солай лақтыра салған қораптарды ұқыптап тией бастады. Қораптар түгел тиеліп болған соң ғана прапорщик маған мойын бұрып, жүре ғой қарындасым деді. Сол кезде өне бойым түгел мұздап, қарашаның қара суық ызғары табанымнан өтіп, үскірік суықтан тістерім сақылдай бастаған еді. Жүк көлігі ыңыранып қозғалды да жүріп кетті. Ал прапорщик аппақ Жигули автомашинасының жанына келіп кідірді. Қасындағы әскери киімді жүргізушісі болар. Сірә машинаның жүк салғышына менің қол сөмкелерімді жайғастырып, оның ішінде жол сөмкем де бар айтпақшы. Сыртқы салонның есігін ашты. Көлік ішінде бірте-бірте денеме жан кіріп, жылынайын дедім. Прапорщик болса алдыңғы орындықта қаққан қазықтай қақиып отыр. Тас қараңғыда автомашина жеңіл жүріп келеді. Жолдың екі қапталында далиған жоталар мен тау сілемдері қарауытып қалып жатыр. Таусылмайтын таулар тегі. Бірінен кейін бірі аспан тіреп, терезеден көз алмай келе жатқан маған айбат шеккендей. Меңіреу тыныштық. Жаңа ғана Сарыөзектің төбесіндегі самаладай жанған шамдар, желмен ырғалған бағаналардағы электр сымдары сондай қорқынышты көрініп еді. Олар түк емес екен. Көз көрінбегендіктен тас қараңғы түнде таулардың арасымен сапар шегу дегеніңіз маған сұмдық қорқынышты әсер етті. Әйтеуір көлік бұзылып қалмай, межелі жерге аман-есен жетсе игі еді. Бір кезде көлік тоқтады. Жүргізуші жүріп барып, машинаның алдын көлегейлеген адамға құжаттарын көрсетті. Сол-ақ екен, қақпа ашыла бастады. Ауланың ішкі қапталына келіп тоқтай бергенде, бекетте көрген жүк көлігі де соңымыздан келіп жетті. Қарындасым, жүре ғой. Мұнда көп бөгелмеймін, бірақ отыра берсең тоңып қаласың. Бізбен бірге жүр, деді прапорщик. Көлік ішінде жалғыздан-жалғыз отырған да ыңғайсыз. Прапорщиктің соңынан ілесіп келе жатырмын. Ол кеңсеге кіріп, құжаттарына қол қойдырды. Қол қойған әскери адам жауынгерлер түсірген қораптарды санап алды. Соңынан прапорщиктің жұмысы бітіп,
одан ары жүріп кеттік. Кең даламен жүйткіп, тағы бір әскери бөлімшеге аялдадық. Таудың қуыс-қуысымен даланың қоныш қойнауы әскери бөлімшеге лық толы ма дерсің. Бұл жолы қол сөмкемді бұлғаңдатпай-ақ қояйын деп салон ішіне тастап кеттім. Жүк жанында қарауыл жауынгер қалды. Прапорщик құжаттарын құшақтап әлде бір кабинетке кірді де, біз жүргізуші екеуміз дәлізде күттік. Бір кезде есік ашылып, прапорщик кабинеттен қолына сигарет қыстырған күйі далаға беттеді. Артынша оралып, құжаттарын ала шықты да, дәл бағанағыдай әскери қызметшімен бірге жүк көлігінен түсірген қораптарды бірме-бір санап түсірді. Болғасын тағы кері қайттық. Орныма отыра бергенде жүрегім тас төбеме шықты. Себебі сөмкемнің аузы ашық, әрі ішінде заттарым ақтарулы жатыр. Жалма-жан ақшам салынған әмиянды іздедім. Ішінде 100 теңгеліктен 15 дана теңге мен қос тиын тебен болуы керек еді. Ашып қарасам бос тұр. Бәрін бірге қақшыпты. Енді түсіндім. Айтпақшы, қайтар жолыма деп сөмкемнің жан қалтасына салған 1000 теңге қаражатым аман ба? Қолыммен сырмасын сырып жіберіп, саусағымды сүңгіттім де, қанша екенін қайдам, әйтеуір қағаз ақшаның тұрғаны байқалды. Айпырмая, жаңа қарауылдап тұрған жас жауынгер жымқырып қалғандай ма сонда? Не де болса, бұл соның тірлігі болды. Жоқ, олай емес дана. Өрімдей сарбаз өзінен жоғары шендіге қалай батынады? Сонда әлгі прапорщик, ол темекі шегіп қайтқан кезде менің алдымнан бір түрлі бүгежектеп өткендей болды ғой. Үп-үлкен кісі, мүмкін емес. Енді қайтсем екен, 7 түнде кімнен пана сұрамақпын? Бұл жайында прапорщикке айтсам бекен, айтпасам бекен, айтпай-ақ қояйын, ыңғайсыз ғой. Сенің ұрың кім деп көліктен түсіріп кетсеше? Жарайды, кім де болса бір Құдайға аян. Сәл сабыр етсе, діттеген жерге жетер. Пысықтығын ұстап, қайтар жолдың билеті мен артық ақшамды бөлек салғаным қандай жақсы болған. Жүргізуші мен прапорщикте үн жоқ. Артымыздан жүк көлігі қалыспай келе жатыр. Бір кезде тағы да бір жерге аялдадық. Түскен кезде сөмкемді тастамай ала жүрдім. Бұл жерде де көп бөгелмедік. Ары қарай не болды? Қыз діттеген жеріне аман-есен жетті ме? Барлығын келесі видеодан тыңдай аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.